Hazreti Ali radıyallahu anhu rivayet etdi bu hadiste. Ennehu sa'ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an hadihil ayet. Ali radıyallahu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Yevme nahşurul muttaqina ila rahmani vefda degan ayet туралы сұрайды. Ол күні дейді, Рахманға тақуаларды топ-тобымен делегация қылып алып келеміз, жинаймыз дейді. Тақуаларды. Топ-тобымен келеді. Осы аят турасында Хазіреті Али пайғамбарымыздан сұрап отыр. Я Расулалла, бұл аяттың мағынасы не? Тәпсірін айтыңыз. Қал, құлту я Расулалла, мәл вафду илля ракб. Сол уақытта, я Расулалла, бұл уафд деген, топ-топ деген сол жаңағы неге мініп келетін жолаушылар шығар, жаңағы топ-тобымен келетін жолаушылар емес па? Енді бізде қазір делегация келетінбіз. Уафд деген не? Делегация деп айтады арабтар қазір. Делегация деген сөзге уафд деген қолданылады. Біз делегация дейміз ғой оны, біз қазақша несі жоқ бізде оның. Сол келгенде енді олар енді топ-топ жолаушылар болып келеді ғой. Соны айтып отыр енді. Қала набию саллаллаху алейхи ва саллям, пайғамбарымыз айтады, жауап беріп отыр. Валлази нафси бияди. إنهم إذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق بيض لها أجنحة عليها رجال الذهب. Алла тағала мені ақиқатпен мені жіберген, менің жаным оның қолында болған Алла тағаланың атымен ант етемін дейді. Ол пенделер, тақуалар қашан қабырларынан тұрған уақытта оларды әппақ түйелер дейді. Қанаттары бар әппақ түйелер күтіп алады дейді. Аяқтары алтын дейді. Қараңыздар. Қабырларынан тұрған кезде тақуаларды аяқтары алтын, қанаттары бар әппақ түйелер күтіп алады дейді. Шурукун яалихим нурун ятала'ла куллу хатвати минха мислу маддил басар. Сонымен бірге олар тұрғаннан кейін аяқ киімдерінің несі дейді? Баулары дейді, нұр болып тұрады дейді, жарқырайды дейді. Аяқ киімдерінің бауларының өзі жарқырайды дейді. Ал көз жететін жерге дейін оның жаңағы нұры жетеді дейді. Аяқ киімдерінен болған баудан болған нұрдың өзі. وَيَنْتَهُونَ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ. Сонымен олар сол шыққаннан, сол сапардан неге келеді дейді? Жәннаттың есігінің алдына келеді дейді. فَإِذَا حَلْقَةٌ مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءٍ عَلَى صَفَائِحِ الذَّهَبِ. Білесіздер ма? Ескі есіктерде көбінде сыртында домалақ мынандай не қоятын болған, кольцо, темір. Сол кольцоның астына не қойылады? Қаңылтыр қағылады. Сол немен, сол жаңа қаңылтырға, ана кешіріңіздер, домалақ кольцоны ұрып, есікті ақылдатасың. Бұл қолмен емес. Ол кезде болса да не болмаған? Звонок болмаған ол кезде. Қазіргідей. Қоңырау болмаған. Сол жаңағы не қылады? Кольцоны қояды. Қазір де бар ол, көп үйлерде, мысалы үшін көрсеңіз болады, кейбіреулер жасап қояды оны. Бұл енді пайғамбарым соны айтып жатыр. Қызыл жақұттан осындай домалақ нені кольцоны көресің дейді. Есікте дейді, жәннаттың есігінде. Оның астындағы несі дейді, қаңылтыры, алтыннан дейді. Қызыл жақұттан, жақұт деген не бар ғой жаңағы, асыл тас. Сол жақұттан жасалған дейді. وَإِذَا شَجَرَةً عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ يَنْبَعُ مِنْ أَصْلِهَا عَيْنَانِ فَإِذَا شَرِبُوا مِنْ أَحَدِهِمَا جَرَتْ فِي وُجُوهِهِمْ بِنَضْرَةِ النَّعِيمِ. Сонымен жәннаттың есігінің жанында дейді, ағаш өсіп тұр дейді. Ол ағаштың түбінен екі бұлақ ағып жатыр дейді. Анау жаңа жәннаттың есігінің алдына келіп тұрған адам, сол екі бұлақтың қайсынан ішсе де жүзі сондай нұрланып, керемет жарқырап шыға келеді дейді, бірден. Қайсынан ішсе де бұлақтың. وَإِذَا تَوَضَّوْا مِنَ الْأُخْرَى لَمْ تَشْعَثْ أَشْعَارُهُمْ أَبَدًا. Егер біріншісінен ішеді дейді, екіншісінен дәрет алған кезде дейді, шаштары ешқашан ипатифумай, шаштары ешқандай бұзылмай, сол күйінде қалады дейді. Шашына мәсіх тартады ғой. Адамның шашы мысалы үшін біраз уақыттан кейін не қылады? Бұзыла бастайды прическа. Бір 2 сағат, 3 сағаттан кейін бір тарап қою керек болады. Ал бір ұйықтап тұратын болсаңыз, мүлдем құриды ол. Бірақ ол жаңағы дәрет алғаннан кейін дейді, анау жаңағы екінші бұлақтан мүлдем не қылмайды дейді, шаштары бұзылмайды дейді. Болды. Сондай әдемі күйінде қалады дейді. فَيَضْرِبُونَ الْحَلْقَةَ بِالصَّفِيحَةِ فَلَوْ سَمِعْتَ طَنِينَ الْحَلْقَ يَا عَلِي فَيَبْلُغُ كُلَّ حَوْرَا. Қараңыздар. Қашан анау жаңағы нені дейді, кольцоны алтын темір, жаңағы қызыл жақұттан болған кольцоны алтын неге қаңылтырға ұрғанда дейді, яғни есік тақылдатқан уақытта дейді,
Я Али дейді пайғамбарымыз. Неғып жатыр? Бір өзіне қаратып, бір қоятып қойып жатыр Хазіреті Алиді. Бұл пайғамбарымыздың мынау жаңағы былайша айтқанда тәрбиелік тәсілдерінің бірі, тәлімдік тәсілдерінің бірі. Я Али деп жатыр. Я Али, егер оның несін дауысын естісең дейді, сондай керемет дейді. Оның дауысы сол жәннаттың ішіндегі әрбір хорғызының құлағына жетеді дейді. أن زوجها قد أقبل فتستخفها العجلة فتبعث قيمها. Сонымен менің ерім жақында қапты ғой деп қатты асығып, неғылып не істейді дейді, өзіне жаңағы қызметшісін бірден есікті аш деп жібереді дейді. Қызметшісін есікті аш деп неғылады, жолдайды дейді. Қызметшісін асығады дейді. فيفتح له الباب. Сонымен қызметші барады да есікті ашады. Енді қараңыздар, қызметшінің өзі жәннаттағы. Қызметшінің өзі қаншалықты ол жаңағы жәннатқа кірейін деп тұрған тақуа пендеге себеп сондай бір әсер береді. فلولا أن الله عز وجل عرفه نفسه لخر له ساجدا مما يرى من النور والبهاء. Егер Алла тағаланы ол бұл өмірде дейді, Алла тағаланың аяттары, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның сүннеттері арқылы танып білмегенде еді дейді ол. Алла тағаланы танымағанда еді, анау жаңағы хор қызының қызметшісін дейді, соншалықты нұрлы, соншалықты керемет, көркем, сұлу болғандығынан Құдай деп ойлап қалатын еді, Алла тағала деп ойлап қалатын еді, сөйтіп соған сәжде қылатын еді дейді. Көрдіңіз ба? Соншалықты қызметшінің өзі қаншалықты мысал үшін керемет. Алла тағала деп, Алла деп жаңа жаратушы деп ойлап қалып, сәждеге барады дейді. Бірақ ол дейді, Алласын таниды дейді. Ол оған сәжде жасамайды дейді. فَيَقُولُ أَنَا قَيِّمُكَ الَّذِي أُكِّلْتُ بِأَمْرِكَ. Сонымен не дейді жаңа қызметші айтады, міне мен сенің істеріңнің барлығын, жұмыстарың, қызметіңді жасау үшін неғылған, міндеттелген сондай қызметшіңмін деп өзін таныстырады дейді. فيتبعه فيقف أثر فيأتي زوجته فتستخفها العجلة فتخرج من الخيمة فتعانقه. Сонымен қызметші не істейді, ертіп жүреді дейді. Сонымен қызметшінің артынан келе береді. Бір уақытта не істейді дейді, өзінің жаңағы хор қызынан болған жұбайының жанына жетеді дейді. Хор қызы өзінің жұбайы күтіп отырған, шыдай алмай дейді. Несінен? Жаңағы шатырынан шығып кетеді дейді, хайма дейді. Өзін жаңа отырған несінен, шымылдықтан шығып кетеді да, естейді, алдынан күтіп алып барып құшақтайды дейді. وَتَقُولُ أَنْتَ حِبِّي وَأَنَا حِبُّكَ. Айтады, сен менің сүйіктімсің, мен сенің сүйіктімін дейді. Сен менің, былайша айтқанда, махаббатымсың, мен сенің махаббатымын дейді. وَأَنَا الرَّاضِيَةُ فَلَا أَسْخَطُ أَبَدًا. Мен разымын дейді, ешқашан ашуланбаймын. Мен разымын дейді. Мен сондай бір разы болған, бүкіл барлығына жаңағыдай сондай бір көңілді, барлығын сондай немен разылықпен қабылдайтын сондай сенің жұбайыңмын. Ешқашан ашуланбаймын дейді. Қабағымды шытпаймын дейді. وَأَنَا النَّاعِمَةُ فَلَا أَبْأَسُ أَبَدًا. Мен сондай жағымдымын дейді, ешқашан жағымсыз болмаймын дейді. Сондай жағымды жұбаймын саған дейді. وَأَنَا الْخَالِدَةُ فَلَا أَضْعَنُ أَبَدًا. Мен сенің мәңгілік жұбайың. Ешқашан неғымаймын дейді, жоқ болмаймын дейді. Сен мәңгілік қасыңда боламын. فَيَدْخُلُ بَيْتًا مِنْ أَسَاسِهِ إِلَى سَقْفِهِ 100,000 ذِرَاع مَبْنِيٌّ عَلَى جَنْدَلِ اللُّؤْلُؤِ وَالْيَاقُوتِ. Сонымен екеуі, еденнен үстіне дейін, төбесіне дейін 100,000 кез болған үйге кіреді дейді. Биіктігі 100,000 кез. Потолокқа дейін. 100,000 кез деген есептеңіз. Мынау бір кез. 100,000 метр. 100 метр емес, 100,000 метр. Биіктігі, үйдің биіктігі. Неге? Үй әнжу, маржан және жақыттың үстіне, сондай асыл тастардың үстіне құрылған. Фундаменті әнжу, маржан және жақыт тастардан. Фундаменті. Жай мысал үшінге біз өзіміз көріп жүрген цементтен, сонымен бірге арасын салып жіберетін жаңағы майда шүйде мусорлардан емес. Тарайқу худр ва тарайқу суфр. Сонымен бірге бір жолдар бар дейді, жасыл жолдар дейді. Енді бір жолдар сары жолдар дейді. ما منها طريقة تشاكل صاحبتها فيأتي الأريكة فإذا عليها سرير على السرير 70 فراشا. على السرير 70 فراشا.
Сонымен анау жаңағы нелерінің дейді, жолдардың еш қайсысы бір-біріне ұқсамайды дейді, жолдардың. Сол жолдармен жүріп келіп, не істейді дейді, олар бір жаңағы неге келеді дейді, төселген орынға келеді дейді. Сонымен бірге сол орынның үстінде не тұр дейді, кереует тұр дейді. Кереуеттің үстінде тағы кереует. Оның үстінде 70 көрпе төселген дейді. 70 көрпе. Ойлаңыздар, 3 көрпенің үстінде жатсаңыз қандай мамықта жатасыз? 3 көрпенің жетеді. А бірақ 70 көрпе. Аля кулли фирашин 70 заужа. Әрбір жаңағы ненің, әрбір көрпенің үстінде дейді, әрбір көрпенің үстінде 70 не дейді? Әйел дейді. 70 жұбай. Аля кулли заужатин 70 хулла. Әрбір әйелдің, әрбір жұбайдың несі 70 киімге оранған. Юра муху сақиха мин батинил хулал. يقضي جماعهن في مقدار ليلة تجري من تحتهم أنهار مضطردة. Енді қараңыз, қаншалықты күш беріледі оған. Анау жаңағы ненің, сирақтың ішіндегі май болады ғой. Соның өзі дейді, киімдердің сыртынан көрініп тұрады дейді, аяқтан жаңағы жұбай әйелдердің соншалықты жаңағыдай прозрачный болған дейді, олардың несі көрінеді дейді, сүйектерінің ішіндегі жаңағы майының өзі көрініп тұрады дейді. Киімден. Сонымен солардың барлығы астарынан тоқтамай ағып тұрған өзендер дейді. Астынан жаңа үйдің астынан тоқтамай өзен ағып тұр. Сол үйде жүріп, барлығымен бір түннің ішінде қосылып шығады дейді. Анхару мимма гайри атин сафин лейса фихи кадар. Өзендер дейді, ағып атқан. Сондай тап-таза мөлдір судан ешқандай бұлыңғыр, ешқандай бір несі жоқ. Кірі жоқ, тап-таза мөлдір судан ағып атқан өзен дейді. Ва анхару мин асалин мусаффа. Тап-таза әселден. Лам яхруж мин бутунин нахл. Бірақ ол әселдер жаңағы өзен болып өзен әселден болған өзен ағып жатыр. Бірақ ол әсел неден? Араның жаңағы қарыннан шыққан әсел емес. Алла тағаланың жаратқан әсел. وأنهار من خمر اللذة للشاربين لم تعصره الرجال بأقدامها. Сонымен бірге шараптан болған өзен ағып жатыр дейді. Жаңа өзендерді сипаттап жатыр пайғамбарымыз. Ол бірақ адамдар жаңа аяқтарымен басып істеген шарап емес дейді. Ол Алла тағала өзі жасаған шарап дейді. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه لم يخرج من بطون الماشية. Сонымен бірге ешқандай түрі өзгермеген сүттен болған өзен ағып жатады дейді. Ол сүт неден? Жаңағы жануарлардан, былайша айтқанда сиырдың, қойдың, болмаса ешкіден сауылған сүт емес дейді. فإذا اشتهوا الطعام جاءتهم طير بيض فترفع أجنحتها فيأكلون من جنوبها من أي الألوان شاءوا. Егер дейді тағам ішкісі кеп қалатын болса дейді, Алла тағала Құранда айтады. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ дейді. Жәннатта нәпсілер нені қалайтын болса, сол нәрсе болады дейді. Адам көзімен не нәрсені көріп, ләззат алатын болса, сол нәрсе оның көз алдында тұрады дейді, жәннатта. Нені қалайды нәпсі? Адамның құмарлығы жәннатта нені қалайды, сол нәрсе болады. Егер дейді қашан тағам жегісі кеп қалатын болса, онда қандай дейді? Бір әппақ құстар келеді оған дейді бірден. Әппақ құстар келеді де қанатын жайып тұрады дейді. Қанатын жайып тұрады, оның жанынан, аяғынан болсын, қай жерінен қаласа, сол жерінен ол не істейді дейді? Алып жейді дейді. Дайын бұл құстар кеп тұр. Қанатын көтеріп, әппақ құстар. Сосын барып қайттан ұшып кетеді дейді. Ол тойғаннан кейін, тамақ жаңағы тәбет қайтқаннан кейін неғылады, қайттан ол ұшып кетеді дейді. وَفِيهَا ثِمَارٌ متدلية إذا اشتهوها انبعث الغصن إليهم فيأكلون من أي الثمار شاءوا إن شاء قائما وإن شاء متكئا وذلك قوله وجنى الجنتين دهن. Сол секілді дейді, жәннатта жаңағы иіліп тұратын, бұтақтары иіліп тұратын жеміс ағаштары бар дейді. Егер дейді сол жемістердің біреуін жегісі келіп қалатын болса, не істейді дейді? Жаңағы бұтақ дейді, жемісі бар бұтақ бүйтіп алдына келеді дейді, иіліп.
Ол қимылдап, неғылып барып еңбек жасау, тұрып мысалы жаңағы мойын созу, болмаса ұзын таяқ алып келіп ұру, тас лақтыру әрекет жоқ. Келеді, ненің өзі, бұтақтың өзі келеді дейді. Сөйтіп сол жаңағы қалаған сол бұтақтан жемісін жейді дейді. Қаласа тұрып жейді дейді оны. Қаласа жатып алып, жан бастап отырып жейді дейді. Жан бастап жатып жейді, қаласа дейді. Ешқандай қиыншылық болмайды дейді. Уәжәнәл жәннәтәйни дан дейді. Енді Алла тағала Рахман сүресінде, Құранда Рахман сүресінде екі жәннаттың жемісі жақын тұрады деген аят бар. Ол осы аятта айтылған жәннаттың жемісі осы дейді пайғамбарымыз. Уәбәйнә әйдихим хадамун кәл-лю'лу. Сонымен бірге алдында қызметшілер жүреді дейді. Барлығы інжу маржан секілді. Сондай керемет жарқыраған қызметшілер алдында жүреді дейді. Хадисті Ибн Аби Дуния жәннаттың сипаты кітабы, жәннаттың сипаттары бабында неғылған хадисті келтірген. Алла тағала бізді жәннатқа лайықты қылсын. Бұл мұндай мысал, сіздер ойлап қараңыздар. Сіз мысалы жай әншейін бұл өмірдің өзінде керемет өмір сүру үшін, жақсы өмір сүру үшін, мысалы ешқандай қиналмай өмір сүру үшін қаншалықты бейнет жасауыңыз керек, қаншалықты мысал үшінге терлеуіңіз керек, қаншалықты жұмыс істеуіңіз керек, қаншалықты мысал үшінге жаңағыдай оқуыңыз керек. Былайша айтқанда бұл өмірдегі жай болмашы ғана мысалы рахат өмірдің өзі бейнетпен келеді. Аз ойлай беріңіз жәннатты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жәннат турасында Әлә силатуллахи ғалия, әлә силатуллахи хиял жәнна. Алла тағаланың бұйымы қымбат, Алла тағаланың бұйымы жәннат емес пе? Сіз қымбат бұйымға жету үшін көбірек неғылуыңыз керек, бейнеттенуіңіз керек, көбірек еңбектенуіңіз керек. Сондықтан жәннатқа жету ол оңай емес. Алла тағала осыншама сый сияпатты дайындай ма пендесіне, демек ол пенде деген соған лайықты еңбек еткен, соған лайықты тақуа болған, соған лайықты ізгі амалдар жасаған, соған лайықты Алла тағаланың разылығына жеткен пенде деген сөз.